Халқымызда ырыс алды ынтымақ деген қанатты сөз бар. Бірлігі бекем елдің ынтымағы, халықтың достығы мен бауырмалдығы бейбіт күннің, татулықтың темір қазығында ең басты құндылық саналады. Елбасының бастамасымен құрылған әлемдік қауымдастықта толеранттылық институты болып танылған Қазақстан халқы ассамблеясы конфессия аралық қатынастың дамуы мен ұлтаралық келісімнің нығаюына баға жетпес үлес қосып келеді. Сплоченность казахстанцев – это не историческая данность, а большой труд и ответственность каждого из нас. В этом году мы празднуем День единства в особых условиях, но мы уверены, что успешно справимся со всеми вызовами и станем еще сильнее, четко следуя незыблемым принципам дружбы, единства, согласия и взаимной поддержки.